Біздің көпайшы біздің басты мақсатымыз сол естеліктер ғой жазып алу. Бұл енді біздің университетіміз 72-ші жылы ашылды. 1 наурызда жаңа приказ шықты. Енді сол жылдардың тарихы ғой былайша айтқан кезде. Кімдер болды, сіз қалай осы университетке келдіңіз? Сол жылдар туралы бір өзіңіздің естелігіңізді, жалпы өзіңізден бастап айтсаңыз. Өзі университет мен өзім осы тарих факультетін бітіргенмін 70-ші жылы. Соңғы осында қалдырдым. Содан бері сол әлі күнге дейін осында жұмыс істеп жатырмын. Осында мен ассистент, аға оқытушы, доцент болдым. Кейін Ленинградта аспирантурада дайындап диссертациямды қорғап келдім. 74-76 жылы Ленинградта болдым. Содан кейін осында жұмыс істеп жатырмын. Кафедра меңгерушісі болдым, тарих факультетінің деканы болдым. Көп қоғамдық жұмыстарға қатыстым. Мысалы мен кәсіподақ жұмысында басқардым, кураторда болдым, ең төменгі куратордан бастап. Одан кейін 8 жыл бойы ол кезде партия бар, факультеттің партиямның хатшысы болдым. 8 жыл бойы. Менен бұрын қызметті ағаларымыз Фарфудинов атқарған, Хасенов атқарған, сондай белгілі біздің ұстаздар. Міне содан бері мен осында істеп келе жатырмын. Қазір өздеріңіз білесіздер, қалааралық қатынастар кафедрасының профессорымын. Міне менің биыл жұмыс істеп келе жатқаныма 52-ші жыл. 52-ші жыл. Ал енді университет ашылу туралы мәселе ол өзі біз студент болып жүрген кезде де сол арасында сөз болатын да. Университет ашылуы мүмкін. Қарағанда университет ашылады, Қарағанда консерватория ашылады деген сол сөз болып жүрді. Біз оны студент болсақ соң ойлап жүрдік. Ол кезде пединститут болды. Пединститутта әйгілі адам басқарып 20 жыл Сейітқали Баймұрзин деген ағамыз сол кісі 20 жыл басқарып пединститутты үлкен жақсы дәрежеге жеткізді. Бірақ сол кезде сол әңгіме болып жүрді 60-шы жылдардың орта кезінен бастап университет болады дегендей. Әртүрлі, бірақ ол үшін кадрлар дайындау керек. Шынында пединститут сол кезде бірқатар кадр дайындау мәселесіне көшті. Өйткені университет ашылса, кадрлар керек қой. Сол басқа жаққа өздерінің кісілерін аспирантураға жіберді. Сөйтіп анау кадрлар дайындай бастады. Ал енді 71-ші жылы енді университет ашылатын болды, бәрі белгілі болды. Сол кезден бастап біздің факультет барлық университет дайындық бастады. Барлық факультеттер. Қазір енді оған сену қиын. Біз таңертең келіп, кешке түнде қарай қайтатынбызды. Біз қағаздар дайындауымыз керек болды. Түгел бұрынғы қағаздарды жаңаша университетке лайықты біз қағаздар дайындадық. Қазір оны көрген жалғыз ақ кісі қалды, ол Әлімжан Омарұлы. Ертеңнен кешке дейін біз сол қағаздар дайындадық. Түгел. Өйткені ертең ашылған кезде біз дайын болуымыз керек дегені. Сол жұмыс жүргізілді, бір жыл бойы жүргізілді. Мен сол 71-ші жылы мен ол кезде 2-ші жыл жұмыс істеймін. Партиямның хатшысы болдым сол кезде. Ол кезде біздің бұрынғы істеп жатқан кісілерде болды. Сол кісілер негізін қалады ғой. Енді сол кісілер кадрлардың негізі болды. Мысалы, бір кезде біздің факультетте Романовский деген болыпты, тарихшы. Одан кейін Богуславский деген болды. Богуславский деген кісі мен студент кезімде көрдім ол кісіні. 69 жылы мен бір спорт залда волейбол ойнап жатыр екен. Содан кейін мен қарап тұр едім, бір кісі келді, маған волейбол не хватает, пойдем со мной играть деп жаңа мені шақырды. Мен барып сөйтсем Богуславский сол кісі екен, мен қайда білейін. Кафедра меңгерушісі. Волейбол жақсы ойнайды екен. Ол кісімен бірге ойнап, ол кісіге мен ойнағаным ұнап қалды ғой деймін. Вот всегда приходи, будем играть деп, соң мен барып тұрдым болдым. Ол кісімен волейбол ойнауға басқалармен. Бірақ осы кейін сол ол кісі науқастана бастады, дәрігері қарала бастады. Бірақ факультетте сол университет ашылардың алдында біз бірқатар кадрлар қалыптасып қалды. Енді атап өтсе ол біздің Қали Жуасұлының өзінде тұрады. Ширек ғасыр факультетті басқарған. Ол кісі
барлық пәндерді жүргізген, Қазақстан тарихында, дүниежүзі тарихында барлығын жүргізген кісі, білімді адам, өте соншама жыл декан болған, барлық жұмысты өте жақсы білетінді. Және бір жақсы, ол кісі қандай түсі суықтау болса да студенттерді аяп отыратынды. Ең соңында бір қатал шешіп қабылдады, соңын жарайды, осы сөйлер деп өйтіп жаңағы бұрынғы райынан қайтып студенттерге көмектесіп беретін. Оны мен талай рет байқадым. Ол кісі ондай. Сол кісі болды. Одан кейін қазіргі Әлімжан Мұңғалұлы, сол кісі. Одан кейін Мырзағали Қасенов, ол кісі болды. Бұл кісілер ол кезде келгендерде көп болмаған, бірақ сол факультеттің маңдайында оқытушылар болды. Одан кейін Нұрислам Ясарұл деген ағамыз болды. Ол кісі енді қазақ сөйлеуінде қазақты сөндіретін адам, өзі татар болса да. Сол кісі болды. Соның Асия Балабекова деген біздің үлкен апамыз болды. Содан кейін оларға кейін Есенешжан Тажбаев деген қосылды. Есенешжан Тажбаев. Сол кісіге қосылды. Рымбек Нұртазалы деген кісі ағамыз, ол кісі сол факультеттің негізін қалағандардың бірі болды. Міне сол кісілер негізін қалаған адамдар Есим Мұқабиахмедович. Осылар бәрі бізге сабақ берді. Мен студент кезінде сабақ берді. Сол Қалижуашұлының сабағын күтіп отыратынбыз ылғи. Ол кісі сабақты бергенде ол кісі бір жағынан ұстаз, бір жағынан актер болатын. Біз сол кісіні күтіп отыратынбыз. Актер. Содан кейбіреулер айтатын да кейіні Қалижуаш вас умер великий актер деп. Сонда айтады, ну, значит, судьба такая дейтін де өзі айтатын да. Сонда ол кісі лекция оқығанда ол кісі актер сияқты оқитын да. Біз соны жақсы көретінбізді. Кейбір оқиғаларды келіп, қалай көрсету керек, қалай танысу керек, қалай бірінші таныс, соны бәрін ол кісі актер ретінде ұстап, біз ол кісінің сабағын күтіп отыратынбызды. Өте жақсы жүрген, және ғажап білімді болды. Ол кісі тарихтың барлық бөлімдерін жүргізді бір кезде. Содан ол кісі тарихты, жалпы дүниежүзінің тарихын маман деп айтуға болады шынында. Сондай болды. Содан кейін университет ашылатын болды. Біз қағаздарды дайындадық көп жаңағы. Соны кейін олар бәрі қайтадан жасайтын болдық біразын. Сол наурыз айында шешім қабылданды. Қарағанда Қазақстандағы екінші университет ашылу туралы. Сол шешім қабылданған кейін нақты дайындық жүргізіле бастады. Жүргізіліп, содан кейін тағы да жарты жыл бойы көп жұмыстар. Университетіміз шықпаймыз, жермейді. Анау қағаз нетті, мынаны нетті, бүйтіңдер, солмен болдық. Сол сөйтіп, ең соңында күздігіні қыркүйектің бірінде 1978 жылы осы қазірде отырған корпус арнайы салған университет үшін. Жаңа корпус, судай жаңа. Осы корпуста ашылу болды университеттің. Соған сол кездегі обком хатшысы Шакулинцев, қазақтың классик ақыны Сәбит Мұқан, көп атақты адамдар келіп, қазір біздің актовый залдың президенті отырды. Ортасына Сәбең отырды, жаңа обкомның хатшысы, басқалар, Досмағамбетов, сол кездегі Қарағанды облыстық басшыларының бірі. Сол ашылу болды. Ашылу болған сол ғажап оқиға болды. Жаңыз Қарағандымыз бүкіл Қазақстанға екінші университет ашылды деген. Ол қазір қой, онда неше түрлі аптап кеткендер. Ол кезде ол ғажап оқиға болды бүкіл Қазақстанда. Ашылды, жаңағы жиналыс болды актовый залда. Сонда менің есімде біз Сәбит Мұқановқа Сәбеңнің сәлем беру үшін жарты сағат очередь тұрдық. Тірі классикқа барып қолын ұстап сәлем берейік деп сол. О да болды. Ол кісі қолымызды алып, ай жастар, сендердің болашақтарың жақсы, мынандай университет ашылып жатыр. Бізді құттықтап сөйткен есінде. Содан бастап біздің университет өзінің өмірін бастады. Бірақ мен ойлаймын, сол университеттің сондай болуына бұрынғы пединстің жақсы базы құрылғаны байқалды. Жақсы базы құрылғаны. Сол базының болғандығы өте жақсы болды. Сөйтіп енді жаңа адамдар қосыла бастады бұрынғы адамдарға. Мысалы Вера Семеновна Свиденко деген келді, доцент, Саратовтан, қазақтар Сарытау дейді ғой, сол жақтан келді ол кісі. Содан кейін Фаина Николаевна Базанова деген келді, ол кісі Алматыдан келді.
осында келгенде университет ашылғанда оқыса кандидат доцент болып келді. Сол кісі келіп көп еңбек сіңірді, өте жұмысты жақсы көріп кісі еді, беріліп істейтін. Деканның орынбасары болды, одан кейін оқыса кафедраның меңгерушісі болды. Айтпақшы ол кезде педагогический кезінде 2 кафедра болды. Бір кафедра ол жалпы тарих кафедрасы, біреуі Кеңес одағының тарих кафедрасы болды. 2 кафедра. Енді университет ашылғаннан кейін 3 кафедра, 3-ші кафедра Қазақстан тарих кафедра ашылды. Ол Қазақстан тарих кафедрасын Есенші Тәжібаев басқарды, оқысы сол кезде қорғап келді. 72-ші жылы ашылды ғой сонда. Ол ма? Жоқ, 73-ші жылға қарай сол кезде. Тура сол университет ашылғанда емес, бір жылдан кейін солай ашылды сол. Біздің кафедра ғой жаңағы астындағы. Дайындық сол, бірақ университет ашылысымен жүргізілді. Ана кісі келді жаңағы Тәжібаев Есенші. Міне солай жаңағы 3 кафедра болды енді. Жалпы тарих кафедрасы, Кеңес одағы тарихы, одан кейін Қазақстан тарихы. Соған басқарғандар жаңағы Есенші Тәжібаев, оқысы мына феодализм бойынша маман болды. Атақты Құлыбектің шәкірті болған, академик Құлыбектің. Базанова келіп, оқысы кейін кафедра меңгерушісі болды. Кеңес одағы тарихы кафедрасының меңгерушісі. Жалпы тарихта кім болды? Жалпы тарихта ол кезде жаңа айтайын деген Богуславский сол емделуге кетті, соны қайтпай Мәскеуде қайтыс болды, 69 жылға дейін. 69 жылға қайтыс болды. Соңын оқыстың орнына Әлімжан Оманұлы кафедра меңгерушісі болып уақытша істеді бір жарты жылдай. Содан кейін кафедра меңгерушісі болды. Әлімжан Оманұлы ол кезде бір жағынан өзі кафедра меңгерушісінің қызметін атқарып жүрді, бір жағынан университеттің парткомының хатшысы болды. Бір аз уақыт 2 қызмет істеді. Міне содан бастап жаңағы бір кафедраны Әлімжан Оманұлы басқарды, бір кафедраны Есенші, бір кафедраны Базанова Фаина Николаевна. Енді Базанова Фаина Николаевна туралы бір айтып кеткім келіп отыр. Сол соңғы кезде бізде айтылмайды, айтатын кісі. Сол тұрарлық кісі. Неге? Ол кісі Қазақстанның патриоты болды бір қызыға. Өзі орыс болса да Қазақстанның патриоты болды. Қазақтарға шығын жолықпайтын. Сөйтіп отыратын, ылғи. Өзі қазақтарда Алматы арасында өскен, өзі бірақ Ресей туған. Сондай келгенде де ол кісі кейбір біздің басқа ұлттың адамдары өздерінің сырларын білдіріп қойса да өмірінде сырын білдірмейтін. Ол кісі кафедра меңгерушісі болды, деканның орынбасары болды. Бір қалыпты адам. Нағыз Қазақстанның патриоты. Онымен қайдан мен білдім. Сол кездерде кейін біраздан кейін баяғы атышулы Солженицынның литературный газетаға мақала шықты, как нам обустроить Россию деген. Сол кезде ол өзі Қазақстан қайдалып, Қазақстанды аштан өлейін деп жатқанда қазақтар оны өзі аман сақтап қалған тамақ беріп, Солженицынды. Сөйткен адам кейін Мәскеуге барып, әлгі ол ГУЛАГ роман жазған, оған шетелдіктер Нобель сыйлығын берді. Кеңес одағы адайтын кезде ол қайтып келді. Мен сол кезде ол жаңа мақаласында Қазақстанның батысы мен солтүстігі ол орыстың жер деп шыға келді. Ол жерді біз алуымыз керек деп Солженицын. Оны және қолдайтындар табылды. Қолдайтын ол кезде Ельцин президент болған кезде оның вице-президент болды Рудской деген. Генерал Рудской. Сол Рудской сол кезде жаңа Солженицын айтқанымен қазақтар әскерін дайындай бастапты. Қазақтар әскерін оларға бір танк батальон беріпті. Неге? Сендер барып Қазақстанға барып, Қазақстандағы орыстарды қорғайсыңдар. Өзі орыс қазақтар үстемдік жүзіп отыр, сендер қорғайсыңдар. Рудской сонда бұйрық беріпті. Бір рахметі Ельцинге. Ельцин соны тоқтатты. Әйтпесе ол Қазақстанда қан болатын еді сол кезде. Міне сол жаңағы Солженицынның мақаласы шығып жатқан кезде түрлік қалды бірқатар адамдар ол кезде. Мынау қалай? Анау неше түрлі пікірлер пайда болды. Кейбір арамыздағы басқа ұлт өкілдері бас көтере бастады. Солженицын ақылды адамға айтқан дұрыс шығарды. Сол кезде Фаина Николаевна біздің индустрияның қарағандыға 2 номер үлкен мақала шығарды. Жаңағы Солженицын концепция бытшын шығарды. Міне сол оқысына ерекше сыйлау көріп, Солженицын мақаласын талдап бытшын шығарды. Ешқандай нег жоқ екен,
Солженициннің неоимпериялық ауруымен ауырып отырғаны, шовинистік ауруымен ауырып отырғаны деп екі мақала шықты индустриальный қарағанда. Ал ол кезде қазіргі біз тәуелсіздікті үйттік, тәуелсіздік өз қолын бергенде қазір көпір жүгін кейбіреулер ол кезде бұғып отыратынды. Ал Базанова жаңағыдай мақаламен шықты. Ол сол жағынан Базанованың әрине еңбегін есептеу керек. Мынау сол кезде енді университет қалыптасқан кезде әрине осы корпуста болдық. Осында ректоратта болды. Қазіргі музей сол кезде Евгений Арстановичтің кабинеті сонда ректорат өтетін зал бар. Сонда мен талай ғажап адамдарды көрдім ғой. Кабинеттен ректорат басталарда бойы 2 метр Евекең өзі шығады. Соны жүргізіп ректоратта жүргізеді. Сол жерде қандай атақты адамдар отырады сол кезде. Оралдық Мунистық деген доцент бізге сабақ берген КПСС тарихынан. Одан кейін Қалжан Тұңғышбаев деген көкеміз болды. Ол бір кезде азамат соғыс кезінде Ақмолада Чонның отрядын басқарыпты. Қалжан Тұңғышбаев Алматыға сол кезде Ақмолаға барғанда музейде бір бұрышта соғысқа арналған бұрыш бар екен. Чонның отрядын басқарған. Сөйтіп соғысы университет ашылған кезде де істеді. Белгілі сол кафедра меңгерушісі болды, жақсы, лекцияны ғажап оқитын, білгішті ғажап болатынды. Солармен қатар Балубаев, Сәлкен Балубаев, бірінші алғы психологиядан оқу шығарған, сол кісі болды. Ол кісімен бірге заочный сессияда бірге жұмыс істедік. Сонда Лекеров деген, Қаби Лекеров деген кісі болды, филолог. Сол кісілер енді ерекше адамдар болды. Жаңағы Балубаев Сәкен, біз шылын тартып отырмыз, ол шылын тартымыз, сол кезде бәй, жігіттер мына қойыңдар деп қалтасында онда дөңгелек несі бар, банкасы. Соны ашса құрт, онда мына құрт жесеңдерші деп бізге сөйтеді. Жаңа ашып жатыр ғой сіздер. Иә, қойыңдар, міне құрт жесеңдерші бізге құрт ұсынатында. Сонда бір ерекше адам болатын. Ал енді Лекеров деген ол филфакта істеді. Ол кісі өзі қандай білімді адам, бір жағынан музыкант болған. Мысалы, Қасуан Жолдың Дариға соғыз әнін бірінші орындаған сол кісі екен. Қасуан Жол іздеп келіп өзін Қарағандыға. Бірінші сол әнді орындаған Қаби Лекеров екен. Оны өз кейін дәлелдеді. Бір заочный сессия болды, біз бір мектепте болды заочный сессия. Сонда жаңағы бәрі жүрміз, Сәкен жүріп, Балубаев, жаңағы бәрі сабақ беріп заочниктерге. Шаршап күн ыстық. Сонда учительскийде отырдық. Бірақта Қаби Лекеров оқысы бір аяқ кем таяқпен жүретіні. Шоқаңда кіріп келді. Бізге қарап, ай, сендердің беттерің қисайып кетті ғой, шаршағысыңдар ма? Мыналарың қалай? Көңін көтерейін деп, жерде фортепиано тұрған. Фортепиано отыра алды. Қайда жүрсің алтында, алтынның мәні ол кезде ең модern болған. Соны қандай тамызды айтып бергенде біздің көңіліміз шынында көтеріліп қалды. Сондай кісілер болды. Қаби Лекеров деген. Жаңағы Қасуан Жолдың Дариға соғыз әнін бірінші орындаған сол кісі екен. Қасуан Жол өзі орындады күтті. Кейін басқалар орындай бастаған. Енді біздің факультетке көшсек, факультет сол кезден бастап жаңа 3 кафедра жұмыс істей бастады. Жаңа Базанова, Свиденко келді. Содан кейін біздің факультеттен біртіндеп енді мына басқа жаққа аспирантураға бара бастады. Енді олардың ішінде жаңағы біздің Әлімжан Нұғманұлы Чехословакияда практика өтті. Мазғали Қасенұлы Германияда практика өтті. Содан кейін Нұрислам Ясарұлы Түркияда практика оқысын, Түркия тарихымен шұғылданды. Сонда болып, ең соңында сол Түркия тарихы бойынша қорғап шықты. Фаина Николаевна Базанова докторлығын қорғап шықты кейін. Докторлығын қорғап шықты. Сөйтіп бізде факультет өзі кеңейе бастады, жаңа кісілер қосыла бастады. Сөйтіп факультеттің негізі сол 70-ші жылдардың бірінші жартысында әжептәуір факультет болып қалыптастық. Жаңағыдай оған кейін жастар келіп қосылды. Бірнеше біздің факультеттің бір жақсы, біздің факультет көбінесе өзін бітірген жастарды қалдыратын. Сырттан оны шақырғанды жақсы көрмейтін. Өзі бір кезде Қалекеңнің кезінде қалыптасқан дәстүр. Сол әлемге дейін жалғасып келе жатыр. Біз әлгі сырттан ананы іздеп, мынаны іздеп жүрмейміз. Өзіміздің шәкірттеріміз қалып, солар факультетті әрі қарай жалғастыруға көп еңбек етіп жатыр. Мен қазір де көріп жатырмыз.
қазіргі факультеттің өзінде 4-5 буын мұғалімдер істеп жатыр. Сол 4-5 буын бірін-бірі байланыстырып, бірін-бірі сөйтіп жалғастырып, сол факультеттің қазіргі осылай жақсы деңгейіне жеткеніне бәрінің қосқан үлестері зор. Жақсы, рахмет, Бітімбек Көпайұлы. Енді біздегі бір үлкен тұлғамыз енді бұл Ибн Арыстанұлы ғой. Ерекше біздің университетіміздің есімі берілді, сол кісіге арнап. Ерекше сондай осы университетке көп еңбек сіңірген, аңызға айналған тұлға ғой. Енді ол кісіні сіз көрдіңіз, сөйлестіңіз, сол туралы кішкене естеліктеріңіз болса. Сол осы келгеннен бері 7 жыл сол осы университетте бірге болдық қойды. Ол кісі ректор ретінде, біз өзіміз факультетте. Сонда ол кісі сөйлегенде өзінің білімділігі көрініп тұратын, ол кісінің жай сөйлегеннің өзінде. Бірақ біз кейбір кезде ол кісіге ренжитінбіз де, ол кісіге орыс әдебиетін көп айтатынбыз да. Соң біз ренжитінбіз, біз орыс мектебінде оқығанбыз сияқтылар, бізге орыс мектептердің орыс әдебиетін құлағымға, мұрныма түгел құйып қойды ғой. Содан ол кісі айта бастағанмен айтты, негізі ол кісі айта береді екен. Онсыз да біз білеміз ғой, бізге емес, әлгі орыс әдебиетін білмейтіндерге айтады екен ол кісі. Бәрі соны айтып отыратын да. Содан кейін жаңағы жастарды ана-мына қолдап, қайта болса мүмкіншілік болса жіберіп, магистр аспирантураға, анда-мында неше түрлі жерге жіберіп, сөйтіп кадрлар дайындауға ол кісі жақсы кірісті. Бір жағынан жаңағы үлкен кісілерді ол кісі сыйлап тұратын. Жаңағы кімді Қалжан Тұңғышбаевты, жаңағы Қабилекеровті, жаңағы сондай біздің ветерандарды, жаңағы Сәкен Балаубаев сияқты кісілерді сыйлап тұратын. Сол кісі негізін қалады, және кадрлар дайындауға көп мән берді. Кадрлар дайындауға. Одан кейін ең соңында мына осы корпустың өзі бізге тарлау болғандай көрінді. Өсе бастадық. Сондықтан жаңа корпус салу туралы мәселе көтеріліп, ең соңында сол корпус оңтүстік шығыста қазіргі бас корпус сол кезде соғыстың кезінде салына бастады. Бірқатар өзгерістер болды. Мысалы, қазір студенттер сарайы бер жақта тұр ғой. Жоспар бойынша ар жағында тұру керек екен. Соны Ибн Арыстан жоқ, мына кіреберіске жақын болсын деп, соны бері қарай жылжытқан. Соны әдейі бір ректоратты өзі айтқан. Сіздер қарсы еместер ме? Біз қолдадық солай. Сөйтіп, сол бас корпус салуға да оқысы көп үлес қосты. Өйткені оқысы осы жерде химия металлургия институтының директоры болды. Бұрыннан бері осы жерде басшыларды жақсы білген Досмағамбет, Такөлев бәрін соны пайдаланып оқысы Алматыда, Мәскеуде бірқатар кісілердің соны пайдаланып оқысы жаңағы корпустарды салу кезінде өзі соны жақсы пайдалана білді. Әр факультетпен кездесіп тұратын, сол әртүрлі жағдайлармен бірақ кездесіп, қалай да соны ұмытпайтын факультетпен кездесулерді. Және үлкен деп, жасқа жас деп солай қарап, солай оқысы өзін ұстайтын. Жақсы. Енді жаңа біз кішкене корпустар туралы тарихында білейік. Сіз 65-ші жыл түстіңіз ғой оқуға? 66-ші жыл түсіп, 70-ші жылы тәмамдадыңыз. Сол кезде енді сіздер педагогикалық институтқа түстіңіз. Пединституттың тарих факультетіне түстіңіздер. Ол кезде енді 2 кафедра болды ғой, факультетте? Онда пединститутте 2 кафедра болды. Жаңағы Кеңес одағы тарихы, жалпы тарихта кафедра болды. Бірақ бізді оқығанда, түскенде біз жатақханада оқыдық. Мына Гүләнбелдің соңында тұрған бұрында кейін біз жатақхана болды, кейін оны Ленин алып қойды. Сол біздің жатақхана болатынды, пединституттың. Сол жатақханада біз 2-ші этажда біздің тарих факультеті сонда болды. Бұл 66-ші жылы? 66-ші жылы біз 1-ші курсты сонда бітірдік. Соңын 67-ші жылы бізді Ленина 5-ке көшірді. Ол корпусты кейін қирап тастады. Ленина 5 сол жақсы корпус 4 қабатты. Қазір жоқ қой ол корпуста. Жоқ. Біз сонда көштік, сонда болдық біз. Сол жаңа корпусқа көшкенше біз Ленин 5-те болдық. Ленин 5 жақсы 4 этажды корпус болғасында кітап магазині болатында жақсы корпус болды. Біз сонда болдық, тарих факультеті.
Содан кейін біз бас корпусқа көшкенде сонда көштік. Ал жаңа Ленин әбесті кейін ол бұзылды, оның орнына қазір 10 этажды бір тұрғын үй салыпты, үстінде күмбезі бар, ана жақта тұрған, соның орнында тұр. Ал енді бас корпус ең басында Пединстің ол мына Гагарин алаңындағы корпус болды, ол бас корпус. Ол Пединст кезінде сол болды бас корпус. Сейітқали Байбұрыстың ректордың кабинеті 2-ші этажда болатын да. Сонда жаңа кішкентай актовый зал болды, жақсы спорт зал болды. Сол бас корпус болды. Онда сіздер 66-да оқуға түскенде жаңағы жатақханада тұрып, сонда оқып жаттыңыздар? Жоқ, мен жатақханада тұрғаннан үйде мен Ақтаста тұрдым. Соны Ақтаста күнде таңертең ерте тұрып, Ақтастан келіп оқып. Келіп кетіп оқып жүрдіңіз. Бірақ жатақханада оқып. Группада старосты болғаннан кейін, біздің группа мен старосты болған, ол кезде мынандай болды. Сендер білмеулерінде мүмкін, қазір жастар тіпті білмейді. Ол кезде кандидаттар деген болды. Оқып қалатын негізгі студенттер бар. Соның кандидаттар 5-6 адам, 10 адам кандидат. Алғы бірдей бал алып, басқа бір жағдаймен өтпей қалғандар. Ана біреу өтеді, мысалы жұмыс істеген ана мынау, ал біреулер бірдей бал бірақ өтпей қалады. Соларды кандидат топтастырады да, олар сол топпен бірге оқитын. Сол бірінші семестр оқитын олар. Бірінші семестр бәрін жақсы тапсырса, оларды екінші семестрде студенттердің қатарына алатын. Кім тапсыра алмағанда оларды шығаратын. Менің оқыған тобымда 25 бала қабылданды, 25 бала. Содан кейін 10 кандидат болды. 35 адам. Иә, 35 адам. Содан кейін ол кездегі атақты ұстаздарының бірі Қалван Иван Алексеевич бізде куратор болды. Сол кісі маған болмай, сен шақта жұмыс істегенсің, ана-мына тәжірибең бар, сен староста бол. Сөйтіп болмай мен староста болдым. Сөйтіп мен староста болдым, сонда мен жатақханада біздің студенттер тұрды. Жаңағы Иван Алексеевич, сен өзің ана сокурсниктер барып қарап тұр. Мен жатақханада барып тұрам, олардың қалай тұрып жатқан, араласып сөйтіп тұрам. Бас көз бол дейді ғой. Бас көз бол дейді ғой. Бас көз бол дейді. Сол жаңағы кандидаттардың ішінен кейін мықты адамдар шықты. Сол кандидат болып түскен Каминский бізде 20 жыл облонаның бастығы болды. Каминский Володя 20 жыл облонаның бастығы болды. Тағы да бір қатарлар болды. Лейне деген бір латышка болды. Ол соңғы Латвияда бір атақты адам болыпты. Ал енді менен бірге оқығандардың ішінде ол өзің білетін Шолпан Рахметовна Момынова. Біз бір топта оқыдық. Шолпан Рахметовна Момынова оқыды. Менен бірге. Мен оқығандардың қазір аз қалды. Содан кейін кейбіреулері қазір осында Қарағандыда тұрады. КГБ-ның полковнигі болды. Александр деген біздің жігіт. Содан кейін Юшкин деген ода КГБ-де істеді. Солай. Мен бірге оқыған Ашляев, ол Совет ауданының әкім болды. Кейін ол мәдениет министрі болды. Содан кейін мәдениет министрі болып, ол кейін мұнай жағынан бір қызметте кетті. Ашляев, Серік Ашляев, бірге оқыған жақсы футболист. Содан кейін Қазбек деген жігіт болды. Қазбек фамилиясы қазір есіме түседі. Ол қазір кейін ол Нұр Отан партиясына барып, сонда қызмет істеп, сол кейін естен докторлық қорғапты философия жағынан. Сондай жақсы сөйлей білетінді. Біз кейбір zonda сен демагог деп айтатын. Өйткені бір бастап сөйлеп кеттім, ол соны тоқтамайтынды. Бірақ соны пайдаланбай әйтеуір жақсы кейін ғылым доктор болыпты. Қаскенов Қазбек деген. Сол Қалекең өзі Қалекең актер болса, Қаскенов актер болды. Сол Қалекеңнің қалай оқығанын салып тұратын кейбір кезде. Көрдім ғой мен ол кісіні, Қазбек деген кісіні. Иә. Бір Жезқазғанда бір форум болды да, бір философ доктор отырды. Иә. Оригинальный сондай. Сол Қалекең салатын, Қалекең декан болады, соң кейін ол да алғай қалып келетінді. Декандардың басында, өзінің басында да. Бірдеме тура сабақ бардың кезде телефон болады, не бірдеме уақытында бара алмайсыз. Қалекең қалып келетін кейбір. Сонда трибунаға шығып алып Қаскенов тура Қалекең таусымен Қалекең ұсып сөйлейтінді. Аудырмайды. Соң бір күні сөйлеп тұрған, біз оны тыңдап отырмыз, группа болып. Кетіреді ғой деп қорықтық. Соң Қалекең істеді, онымен қажапты оқыс.
келіп жаңағы айтты, қыз келін, қыз талант. Мен жаңағы қарап өзімді таныдым. Қалай тамаша орындайсың? Сенің актерлық таңның бір екен. Молодец деп жаңағы орнына отырғызып қойды. Сонда көрдім ол кісінің қандай адам екенін. Басқа біреу болса қандай жаман болар еді. Мазақтап жатыр. Иә, ол кісі сондай. Қалекеңнің бір адам кездесті. Мінезі ғажап сол болатын да. Ол кісі туралы бір хикая айтуға болады. Қалжуас туралы. Енді аңыз адам ғой ол кісі. Әлгі мен аспирантура жүргенде ол кісі сонда Ленинградқа келді стажировкаға. Сонда келіп, сол маған енді сен қалың көрсеттің қой деп, содан кейін өзі айтады, хабарласады. Содан кейін біздің жатақханаға телефонға хабарлайды, осылай. Содан біз аралаймыз бірге. Мен қаланы біртіндеп, Невский проспект, анаған барын сөйтіп көрсете бастадым, сөйтіп аралап жүрдік. Сонда ол кісі біраздан кейін қалтасында қойын дәптер бар, соған түртіп алады. Сөйтіп жаңа көргенден тез түртіп қойды екен. Не көрді, не болды, қысқаша соның бәрін. Сол сөйтіп сол кісі Ленинградта жүрді. Сол кісі жатақханада Новоизмайловский проспект деген жақсы жатақхана, сонда жатқызды. Осындай үлкен бөлмеде бірақ 3 адам жатады. Сол кісі бар 3 адам, біреуі Тверден, біреуі Украинадан 3 жігіт, жас жігіт. Үшеуі де кафедра меңгерушісі. Соның Қалекең. Сол мен қызық бір көрініс айтайын деген ғой. Бір күні келсем жаңағы жаңа 2 жігіт, біреу терезе жуып жатыр, біреу пол жуып жатыр. Қалекең төрде Ленинградская правда газетін оқып жатыр. Сен мына жігіттерге тиісіп айтпай, сендер немене? Ол бізде декан. Сендер енді ол кісі бірге сіздер көмектеспей ме деп. Сонда аналар не дейді? Сіздерде декан болса, бізде де декан болып ол дейді. Сөйтіп сол Қалекең қайда болса ол сөзді көрсетіп сондай. Бір әңгіме айтушы еді, Москваға барып, Қалекең. Иә, Москваға барғанда былай болған. Москвада осы Әлімжан Оманұлы, сен шаш бар ма білмеймін. Сол кісілер бүкіл одақтық мәжіліс болған кафедра меңгерушілерін ғой деймін сондай. Сонда барып, сонда оқысты барған Қалекең. Содан кейін сонда бір кейбір Ресейдің ғалымдары шығып баяғы түгел бұрын көзқарас айтып, өздерінің көзқарасын айтып бастан қой, ана Шәмілге де тиіскен, Кенесарыға да тиіскен болу керек, ана мұны әсіресе Шәмілді түгіл қалдырмайша сөйтіп тағылары шығып, тағы жамандап, Кавказдар үндемей отыр дейді. Сол кезде Қалекең шыдамай тұрып шығып сөйлепті. Ол жарты сағатта сөйлеген болу керек. Сол кезде жаңағы бытшын шығарып аналар сөйлегендерін айтқандарын. Сендер сол жаңағы бір көзқараспен оқысыңдар, сендер оны тарих білмейсіңдер. Шәміл кім екенін? Ол ұлы адам, ол осындай айтады. Түгел түсіндір. Сөйлегенде аналар үндемей қыпты, жаңағы сөйлегендер. Кавказдар қол шапалақтады дейді. Міне соны Әлекең көз тірі ғой. Ол кісі соны өзі дәлелдейді, тағы да айтады. Сөйтіп кешке дейді, ана кавказықтар толған сөмкелер бар, коньяк толған, не толған, Қалекеңге келіпті. Сізге рахмет айтуға келдік деп, сол жаңағыдай батылдық үшін. Сонда Мәскеудің адамдар солай дейді, мына кісі профессор ма, академик пе сіздердің? Жоқ, кісі біздің доцент деп айтады. Қаша екен деп айтады. Вот сондай оқиға болған. Жақсы, бүгінгі көп рахмет сізге, әңгімелеріңізге. Енді бұл естеліктер ғой бізге сақталып жеткізіліп жатқан. Бір шет жағасын біз кейде естіп біліп жүреміз, кейбірлерін білмейміз. Енді көп әңгімелер кейде ұмытылып қалады, соның бәрін мынау 50 жылдыққа бір түгендеп, сақтап, сондай бір жинақ қояйық деген ниетіміз ғой енді. Сіздердің жақсы сөздер, жақсы осындай әңгімелер, естеліктер қалсын. Содан кейін менің ұсынысым бар, өзіңе декан ретінде айтып отырмын. Кейін бір осында бір залда тарих факультетінің музейін ашып көрдік. Сол кезден бастап, өзі бір залда тарих факультетінің өзіне қандай бір мекеменің өздерінің музейі болады. Бізде университеттің музейі бар. Енді өздік факультеттің музейін біртіндеп ашқан дұрыс болар деп ойлаймын. Сақтап тарихын. Сонда мен сол музей дами береді өзі. Соған ветерандардың нәрселерін жеп, еңбектерін жеп, жаңағы түгел тарихын сол бастап, сонда біздің өзіміздің факультеттің жақсы. Сонда факультетті барған студенттер жақсы білер еді. Жас мұғалімдар, міне біздің факультет өзі, мен бәрін өйтіп айта ала бермеймін ғой.
міне деп олар соны көріп содан өзінің факультеттің тарихын жақсы біледі деген өзімнің ойым ғой. Тамаша ұсыныс екен. Рахмет сізге, көп рахмет.